Арма қазақ елі, сіздермен талқыла куиз. Келіп жеткен Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ыңғайласып, жайғасып отырған болсаңыздар біз ойынымызды бастаймыз. Бүгінгі ойын 2 кезеңнен тұрады. Ойын қызық болу үшін топқа бөлінуге болады. Ойын ережелерімен таныс болыңыздар. Сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Сұрақты топпен талқылаңыз. Жауап парағына жазып, бір-бірлеріңізбен алмаңыздар. Сонымен қатар ойын барысында телефон қолдануға, Google іздемесін пайдалануға болмайды. Қазақтың сенім нанымда сиыр малының иесі. Мың 1988 жылы Наурыз мерекесін қайта мерекелеуді сұрап, хат жазған кім? Әзірбайжан халқының Наурыз көже сияқты 7 түрлі дәмнен жасалатын тағамы қалай аталады? Наурыз сөзі қандай тілден енген? Наурыз тойында қыздар жігіттерге арнап жасаған тағамы қалай аталады? Он екі қанаттан тұратын киіз үй қалай аталады? Батыс өңірлерде атап өтілетін амал мерекесі басқаша қалай аталады?
Қазақтың сенім нанымда сиыр малының иесі. мың 988 жылы Наурыз мерекесін қайта мерекелеуді сұрап, хат жазған кім? Әзірбайжан халқының наурыз көже сияқты 7 түрлі дәмнен жасалатын тағамы қалай аталады? Наурыз сөзі қандай тілден енген? Наурыз тойында қыздар жігіттерге арнап жасаған тағамы қалай аталады? Он екі қанаттан тұратын киіз үй қалай аталады? Батыс өңірлерде атап өтілетін амал мерекесі басқаша қалай аталады? Екі мың 23 жылы футболдан наурыз айында басталған қолдың 3-ші тур ойынында Астана мен Батыстық команда арасында кездесу өтті. Ойын қонақтардың жеңісімен аяқталды, және осы күні осындай есеп тіркелгені команда жанкүйерлеріне ерекше қуаныш әкелді. Бұл матчта тіркелген есепті жазыңыз. Сурет өнерінде бұның символы қара және ақ шары бар таразы болып табылады. Константин Бикостың пікірінше бұның болу себебі X-тің экватор сызығының үстінде орналасуында дейді. X сөзі бұның ішінде бар. Бұл дегенімізді 4 сөзбен табаңыз. Осындай ауыл деген атқа ие Алматы облысындағы жол бойында жатқан бір ауылдың қос қапталын жағалай орналасқан үй біткеннің кәсібі осы. Ауылдың атауы қап-қара тары деген мағына береді. Сол себептен болар осының құрамында қара тары кездеседі. Осы деп отырғанымыз қандай кәсіп?
Суреттегі Xbox компаниясының логотипі көрсетілген. Әлеуметтік желіден логотипті бір мемлекеттің туына ұқсатқан жазбаларды көруге болады. Осы мемлекеттің туында бұның ішінен қарағандағы X-тің кескіні бейнеленген. Бұны дауыстылары жіңішке болатын екі сөзбен табыңыз. Тілді ауыздан шығарып біресе мұрынға созып, біресе иекке дейін созудан тұратын, және осы қимылды бірнеше рет қайталау керек артикуляциялық жаттығуды X деп қазақша аударған. Барлық дауыстылары жуан болатын X-ті табыңыз. Қазақ этно-фолк тобының бүйту деген шығармасы ер жігіттердің қырындау сөздерімен басталады. Шығарма барысында әдепкі аспаптардан бөлек ат шабысын көрсету үшін тұяқтас, қамшының дыбысын салу үшін кәдімгі белбеу аспап ретінде пайдаланылады. Бұл шығарма қалай аталатынын екі сөзбен жазыңыз. YouTube арналардың бірінде X-ті енді кім жүргізеді деген атаумен интервью жарыққа шықты. Ал ел арнаға X-тің жүлдесін алғаш алған менмін деп Аманжол Әлтай сұхбат берген. X дегеніміз не?